Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Вирсус. Бүгін мен Brawl Stars ойынына қайта оралған болатынмын. Бізде осындай ящиктар беріп жатыр екен тегін. Осыларды бүгін ашатын боламыз. Бізде бірінші ящиктен 3 предмет түсті достар. Бізге Мортисқа скин достар, театральный Мортис дейді достар. Бізде екінші ящик ашып жатыр. Бұл жерде де 3 предмет. Бізге ретро нани скины түсті достар. Бұл енді жақсы скиндар. Бізге тағы бірдеңелер ашып жатыр. Тағы да бер достар, прикинь. Бұл жерде көреміз. Бізге тағы да бірдеңе ящиктар беріп жатыр. Бұны ашайық. Бұл жерде де 3 предмет. Бұл жерде бізге единорожка пони дейді. Мықты достар. Тағы ашамыз. Бұл жерде 2 предметтен жанып тұр. Бізге Нита түсті, панда Нита. Болады енді бұл да. Тағы бірдеңелер шығып жатыр. Достар, бізге тағы да бер. Бұл жерде не дейді? Жасыңды жаз дейді. 99 деп жаза салайық. Міне. Бізде тағы да 3 предмет. Максқа скин түсті. Спрейлар. Бұл ең керемес. Міне бұл менің аккаунтым достар. Бұл жерде жазып қойыпты. Скин награда дейді. Жақсы, понятно дей салайық. Артынан көре жатамыз. Бізде лига бітті дейді. Білмеймін, мен ойынды ойнамам ұзақ болды енді. Жаңа боецтер шықты. Мен білмейтін новый нәрселер шықты, мысалы. Жаңа пас шыққан ба, міне көріп отқаныңыз. Бұл жерде не бар екен, қарап жіберейік бір кішкене. Осындай Эдгаргама скин екен. Бұл пас салған дұрыс деп ойлайсыздар ма, достар? Комментар жазып кетсеңіздер келесі бөлімдерде. Мен осы пасты полный ештеңесін ашпай жинап, сіздер үшін пас сатып алатын боламын. Бәрін бірден ашатын боламыз. Бізде мұнда не деп тұр? Возраст өзі жаздық дейді. Алан бәрін бір қарап шығып кетейін. Иконка беріп жатыр екен. Мақұл, иконкалар бізге қажет емес. Бұнда ала салайық. Трофейная лига дейді. Бұл да енді білмеймін енді бұл неге керек екен. Бізде тағы да осындай сандықтар бар. Редки дейді. Бұнда ашайық. Старбокстар лайк аямайық достар. Біз ашып жатыр. Бізде ештеңе түскен жоқ. Айтпақшы бұл 10 ашып жатыр достар. Лайк аямайық. Бізге бірдеңе түсіп қалар деген ойдамын. Аша берейік. Бізде мистер Пиға жинап жатыр екенбіз. Ашамыз. Сверх редки ғана түсіп жатыр. Редки. Сверх редки дейді. Редки. Что-то осы сатта енді түспеді енді. Жақсы, онда легендарныйды бір ашып жіберейік. Бізге Фрэнки пещерный. Жоқ, новый пещерный екен. Жақсы скин енді. Ұнайды өзіме. Бізде міне осында үлкен ящик ашатын боламыз. Бұның ішінде 12 предмет достар. Маған блингиді көп беріп жатыр енді. Мұна жерде бізге Пэм. Новый Пэм дейді. Жақсы, ақша шашатын Пэм енді. Ақшамыз көп болсын. Енді тағы нелер бар. Бұл жерде арзан зат. Лайк аямайық достар. Подписаться кнопкасын басуды ұмытпаймыз достар. Мықты контенттер шығатын болады алдағы уақытта. Бұл жерде тағы нелер бар. Бұл мынау не? Что-то бұл енді керек емес секілді, бұны алудың қажет жоқ. Секілді босқа ақша құрту секілді. Мен не осындай боец. 92 боец дейді. Біз бұның бәрін алатын боламыз алдағы уақытта достар. Түсіріп алатын боламыз. Әзірше бізде 63 қана боец. Жақсы, ондай болса бір тағы нелер бар екен қарап жіберейік. Лига дейді. Мынау не? Кольт па? Боға ұқсайды екен. Кольт екен. Екі қолында 2 пистолет бар. Бұл жерде не зат? Просто гем бере ма? Түсініксіз екен енді. Не болса да бір маңызды нәрсе шығар. Просто бір скинді қайта қоя берген ба, білмедім. Бұның бағасы 12.000 теңге дейді. Ё-мое достар, мынау не? Қымбат қой слишком. Бір пас ала салған дұрыс деп ойлаймын. Біз онда шыды ойнап қайтайық. Мен Вольтты таңдадым. Шыдыда кішкене заданиясы бар екен. Квест соларды орындау керек. Өйткені ана полностью бір пасты ашу керек. Сол үшін маған жинау керек. Бізде бірінші картка, бізге мұна Пайпер что-то
мен қасыма келе жатыр, енді бұны оңай өлтіре салайық. Что-то бот секілді. И келесі тағы ортаға қарай бара берейік. Ульта жинап алдық. Ұмытып қалмасам енді ойнаманыма ұзақ болды енді. 1 жылдай болған шығар. Нелер шыққан көріп жатыр енді, что-то білмейді екем. И бұл жерде былай екен, сразу өлтіріп тастадым. И бұл жерде де шал жүр енді, бұны да өлтіре салайық. Леонға қарсы қалдық. Бұнда ұзайт жатыр енді. Кішкене хилить етіп алайық. И жоқ, олар қарай қашып бара жатыр. Күтеміз бе? Күтпей-ақ қойып бара салайықшы. Слишком ұзақ. Оңай болды енді достар, бұл енді. И онда біз тағы келесі сат бастап кетейік сразу. Что-то оңай болып жатырған секілді достар. Лайк аямайық достар. И бізде дәл осы карта. Осы карта. И на қарап отырсаңыз мистер Крабс жүр. Ё-моё. Қызық заттар шығып кетіпті. Енді мен ол кезде ойнаған жоқпын. Енді Brawl Stars'та түсіріп тұратын болам достар, сіздер үшін. И ортаға бара берейік. Онда бұл уже қиратып жатыр екен ортада бәрін. Кішкене сақ болған дұрыс. Алдымыздан шығып қалса тағы. Оппа, анда жүр екен. Уже қаша берейік. И онда бір әйел жүр. Артынан қалың әмізбен төңес жүр екен. И әмізді тек өлтіріп тастады. И анда Эль Примоны күтіп алайық алыстан. И оппа. И әйел шықты анау. Осы ойнағанымыз жетеді секілді что-то. И бізде стартапта беріп жатыр, бұларды аша салайық. Обычный ештеңе еткен жоқ енді. И менің нигіма назар аудармай қойыңыздар. Бұрындары енді кішкене сауатсыздау болған екен. И бұл жерде типа просмотрыма бірдеңеге бере ма осындай бірдеңе. Что-то көреміз енді алдағы уақытта. И бұл жерде бір зат аша салайық бұны да. Бұл да редкий. Келесі видео олсын барлығын ашатын боламыз. Алдағы уақытта достар. Лайк аямайық. Сол үшін подписаться етіп, менің видеоларымды өткізіп алмаңыздар. И новый скинді тексеріп жіберейік бір. И тренировка бізде. И бізде что-то жақсы скин секілді бұл. Эффектілері бар екен өзінің. Атакада да жақсы ұрып қояды екен енді. Осы скинді алуға лайық ба? Айтып кетіңіздер комментария. Меніңше жақсы скин секілді енді. Алдағы уақытта аламыз. Лайк аямайық достар. Жақсы скин екен, шыға салайық. Мен енді соңғы рет қателеспесем Бруктың пасын алған болатынмын. Брук қайда кетті бұл енді іздеп табу керек. Қап-қарап міне тұр. Осы скинді алған екен. Пастан соңғы рет. Пас па бұл айтпақшы? Білмеймін енді. Қателеспесем пас болу керек еді. И бізде онда 2 герой шықты. Шейд Мипл дейді. Что-то бұл жерден герой көбейіп кетіпті слишком. Жақсы енді. Ал мұнан жат блинги дейді енді бұны. Бұған скин алатын айтпақшы. И бізде 6000 блинги бар екен. И достар, қандай скин алуға болады? Көмектесіп жіберсеңіздер осы скиндердің арасында. Немесе ақша жинап басқа скиндерді күткен дұрыс па? Комментария қалдырып кетіңіздер. И алдағы уақытта өзімнің кланымды ашатын боламын. Ол жайлы енді бөлек видео түсіретін шығармын. Сол кезде сіздер де кірсеңіздер болады. Бірге мини ойындар, сондай қызық нәрселер түсіретін боламыз. Сол үшін лайк басып арнаға тіркеліп кетуді ұмытпайық достар. И колокольчик басып қойыңыздар менің видеоларым
бірден біліп отырасыздар қалай қашан шыққанын. И осымен видео аяқталды деген ойдамын. Қош сау болыңыздар.